Сәлеметсіздер ме? Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ізбасарова Нағима Құралбайқызы. Бүгін мен қазақ әдебиеті пәнін алып отырмын. Сыныбы 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесі. Оқу мақсаты: көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар шығармамен танысып, сюжеттік негізінде дамуын баяндайды. Оқушылардың басым бөлігі сюжеттің бөлшектерін бір-бірінен ажыратады. Ал кейбір оқушылар әдеби шығармадағы образдарға талдау жасай отырып, шығарманың бөлшектерін талдайды. Бағалау критерийлері: шығармамен танысып, сюжеттік негізінде дамуын баяндайды, сюжеттік бөлшектерін бір-бірінен ажыратады. Балалар бастапқы сабақта қандай көңіл күйде болса, сабақ соңына дейін сондай көңіл күйде отырады. Мен ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында 3 түрлі топқа бөлдім және әр топ басшысына бағалау парақтары берілді. Сабақта алдыңғы оқуға шолу мақсатында сыр сандық әдісін алдым. Сыр сандық әдісінде балаларға сұрақтар беріліп, олардан жауап алып отырамын. Дескрипторлар сұрақтарға жауап береді, өз ойын еркін, ашық жеткізе алады. Жақсы балалар, біз топқа бөлініп алдық, иә? Енді үй тапсырмасын сендерден сұраймын. Өткен сабақта сендерге Мұхтар Әуезовтің өмірбаянын берген болатынмын, иә? Енді осы бойынша мына сыр сандықтың ішінде сұрақтар берілген. Осы сұраққа жауап береміз. Жақсы ма, дайынсыз ба? Жақсы, жарайсыңдар. Кім келеді? Назым келе ғой. Мына сандықты ашып, ішінен кез келген сұрақты таңдап жауап береміз. Еңлік керек пьесасы, иә? Жақсы, жақсы. Ал енді жаңа тақырыпқа көшеміз. Балаларға үйге шығарманы оқуға бергендіктен мен бірінші тапсырмаға топтастыру әдісін алдым. Бірінші топ құрмашты топтастырады, екінші топ көксеректі топтастырады, үшінші топ көксерек пен аққасқаға Вен диаграммасын жасайды. Дескрипторлар құрмаш жайлы білгендерін топтап жазады, көксеректердің қасиеттерін тізбектеп жазады, көксерек пен аққасқаны салыстырады. Ballar bolduq pa? Yaxshi. Kim o'qiydi?
Жалпы оқи ғой. Дұрыс, иә? Құрмаш, көксерекке, қамқор, жақсы, дауысын шығарып айта ғой. Мейірімді. Дұрыс. Көксеректі жақсы көреді. Бауырмал. Жақсы, келісеміз ба? Иә. Жақсы, келесі топ. Көксеректі топтастырады дейді ме? Көксерек ашқарақ, Дұрыс. құрмаштың досы, Иә. жыртқыш ай, құрмашқа шабуылдайды, ауыл иттерімен көп төбелеседі. Дұрыс, иә? Жақсы, келесі үшінші топқа мен бейін диаграммасын берген болатын. Айта ғой. Көксерек жыртқыш аң, тамағын қорғап жүреді. Жортуылға шығады, малға шабады. Ал ақ таста қолға жеткен тұмабеттен итер. Көксерекпен күресіп жарақат түседі. Екеуі де батыл мықты. Екеуінің ұқсастықтары, екеуі де батыл, мықты екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма шығарманың композициялық құрылысына талдау жасайды. Дескрипторлар шығарманы біледі, түсінеді, сұрақтарға жауап береді, шығармаға талдау жасай алады. Жаттау шегі. Көксеректің құрмаштың өлтіруі. Шығарманың шешімі. Ақтасқаның көксеректен айқасы. Көксеректің өлімі. Көксеректің ақ қасқырмен қосылып төңіректі шулатуы, қорадағы қойларды жаралауы. Сергіту сәті ең маңызды кезең. Оқушылар повестің кейіпкерлерін тауып, оларды септейді. Нұрасыл айта ғой. Ақтау сеткі құрмаш, ілік сеткі құрмаштың, бар сеткі құрмаштан, тал сеткі құрмашты, ат сеткі құрмаштан, шығыс сеткі құрмаштан, көмектес сеткі құрмашпен. Шығыс септік құрмаштан, көмектес септік құрмашпен. Жақсы, жарайсың. Келесі тапсырма 5 жолды өлең әдісі деп аталады. Әр топтағы оқушыларға тақырыпқа байланысты сөздер бердім. Бірінші топқа аңшы сөзі, екінші топқа табиғат сөзі, үшінші топқа қасқыр сөзі. Оқушылар осы берілген сөздер бойынша бір зат есім, екі сын есім, үш етістік, бір сөйлем және берілген сөздердің синонимін жазуы керек. Кім оқиды мына топта? Оқи ғой. Бірінші зат есім қасқыр, екінші сын есім жыртқыш қайсар, үшінші етістік, үрейді жүгіреді, сөйлем қасқыр, атты жүгіреді, синонимді. Жақсы. Яғни біз қасқыр сөзін қалдадық, иә, балалар? Ол жерде зат есімнің сұрақтары қандай еді? Кім айтады? Қол көтеріп, зат есімнің сұрақтары жалпы. Кім, не? Жақсы. Келесі кім болды мына топта? Біз мына тоқи ғой. Зат есім табиғат, сын есім әсем таза, етістік, көгереді өседі, сөйлем, табиғатты аялау керек, синоним, жаратылыс. Дұрыс, иә? Жақсы. Келесі үшінші топ. Сізге қандай сөз берілді? Аңшы сөз керек оқи ғой. Тұрамыз, аға. Зат есім аңшы, сын есім, ауыл, аңшы, Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы балалар.
Сабақ соңында ауызша тапсырма алдым. Тапсырма мақал мәтелдерді жалғастыр деп аталады. Балаларға тақырыпқа байланысты мақал мәтелдер беріледі. Балалар мақал мәтелдердің жалғасын табатын болады. Жарайсың. Соңғы мақалды. Кім біледі соңғы мақал? Назым айта ғой. Жарайсыңдар балалар, біз мақал мәтелдерді жақсы біледі екенбіз, иә? Сабақты қорытындылай келе бағалаудың нәтижесін шығарамын және балалардан кері байланыс аламын. Балалар сабақты қаншалықты түсінгенін стикерлерге жазып жабыстырады.